Сәлем достар, бүгін біз қанатым жобасы аясында ерекше кейіпкермен сұхбаттасамыз. Ол жас болса да дебат әлемінде өз орнын тапқан белсенді студент қыз. Қош келдің Айтолқын. Рахмет, көргеніңе қуаныштымын. Жалпы өз-өзің жайлы қысқаша айтып кетсең, қай универ, осы мамандықта оқисың, немен айналысасың? Есімім Айтолқын, жасым 18-де. Қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде 3-ші курс студентімін. Мамандығым халықаралық журналистика. Бұл мамандықты өзім таңдап, өз қалауыммен осы мамандыққа оқуға келдім. Қазіргі таңда университетте белсенді студентпін деп айта аламын. Университетіндегі алтын сапа интеллектуалдық пікірсайыс клубының 3-ші курс аға болдым. Оған дейін көмек қоғамдық қорында балалар үйіне баратын белсенді студент болғанмын. Қазіргі таңда университетпен группамен айналысатын кез келген жобаларға белсенді қатысамын. Соңғы айта кететін болсақ, Рамазан айында группамызбен қайырымдылық қорын жасап, жәрмеңке жасап, соңғы рет балаларға көмектескен болатынбыз. Сол университетінде белсенді студентпін. Жалпы біздің жобамыз студент қыздардың өз-өзін бағалауына бағытталғандығын білесің. Жалпы сен үшін өз-өзін бағалау деген не? Өз-өзін бағалау деген менің ойымша субъективті ой. Өз-өзін бағалау, әркім өзін жақсы көру, өз-өзін қалай қабылдай алуына байланысты сияқты. Менің ойымша өз-өзін бағалау деген ол өзіңнің қателіктеріңді қабылдай алу, өзіңе қателік жасауға мүмкіндік беру, сонымен қатар өзіңе дамуға мүмкіндік беру, өзіңнің мүмкіндігінің көп екенін асырып ете алу деп ойлаймын. Егер сенің бірдеңе істегің келсе, өзіңе сол нәрсе приятно болатын болса, және кез келген нәрсеге өзіңнің мүмкіндігін шектемей, сол нәрсеге атсалысып кірісіп кете алатын болсаң, онда сен өз-өзіңді қаншалықты бағалай алатыныңды білесің деп ойлаймын. Ал сенің өміріңде өз-өзіне деген сенімсіз кездер болды ма? Менің өмірімде сенімсіз кездер осындай сұрақтар қойғанда маған почему-то университет оқыту кезім есіме түседі. НТХ дайындалған кезде өзіме өте қатты күмән келтірген кездер болды. Алғашқы Марс кентінде, Марс кентінде тұратын кезде оқуға түспей қаламын ба, бұл қалай болады деген сияқты жиі мазалайтын. Бірақ мен өзімнің дайындығымды өзіме күмән келтірген сайын көбірек дайындауға тырысатынмын. Және соңына қарай, карантинға қарай жақындаған сайын өз-өзіме сенімді бола бастадым. Өйткені пробаларын тапсырған, барлығында жақсы шыға бастады. Но басында осы кезде өзіме өте қатты сенімсіз болдым. Қалай болады екен, менде еще мектеп кезінде синдром отличница болатын. Мен алтын белгімен бітірген жан-жақтан уайымдау, қысым деген нәрселер көп болды. Бірақ қазір шүкір гранттан оқып жатырмын. Өмірімнің барлығы өтіп кетті. Қазір өзімді сенімді қыз ретінде санаймын. Осы жағдайда саған өзіңнің күшіне сенуге түрткі болған жағдай немесе адам болды ма? Қандай да бір тежегіш тұрғанда? Иә, менің ойымша сен өзіңе күмән келтірген кезде саған қолдау білдіретін адамдардың қасында болуың өте маңызды. Өйткені ұбт-ға дайындалып жүрген кезде қалай тапсырамын деп ұбт-ның алдында кіретін күндерінде маған әкем, анам және әпкем өте қатты көмектесті. Олар маған ұбт-ның өмірдің зор емес екенін, НТХ олай қатты уайымдаудың қажеті жоқ екендігін, тіпті грантқа түспей қалған жағдайда сенің өзіңді оқытатыныңды сен сияқты өзінің қанатты сөздерді айтып отыратын. Және мен сенемін, егер менде бұл болмай жатқан жағдайда маған ата-анам міндетті түрде көмектеседі, және менің артымда менің тіреп тұратын ата-анам бар екенін сезетінмін. Сол үшін ол ситуациядан жақсы шығып кетуіме ата-анам өте қатты көмектесті деп айтамын. Сенің жағдайында өз-өзіне деген сенімсіз кез сол ұбт-ны тапсыру уақытында болған, ал сенің таныстардың арасында, құрбыларың арасында ондай кездер болды ма? Өзіне сенімсіз болған кез, немесе қолдау керек болған кез сенің тарапыңнан соған? Менің ойымша ол кезде кез келген абитуриент өзіне сенімсіз болатын сияқты. Егер басқа кейсті қарайтын болсақ, қазіргі таңда менің қасымда құрбым бар. Есімін айтпай қояйын, бірақ ол құрбым басында алғаш рет танысқан кезде Алматыға келіп өте андай социофоб, өте интроверт қыз болатын. Бірақ мен айтпаймын, интроверт ол сенімсіздіктің белгісі деп. Ол сенімді өзіне, бірақ адамдармен ашылуы, кез келген нәрсемен араласып кету өте қиын болатын. Білмеймін, менің оған қаншалықты қолдауым, көмегім тиді, бірақ біз өте көп әңгіме айтатынбыз, кешке өте көп жүріп қайтатынбыз. Ол не оған өзінің проблемаларын айтатын, мен оған өз мәселелерін айтатын. Солай өте қатты қазір жасар жасамыз.
менің ойымша сол уақытта араласқан айтылған әңгімелердің барлығы қазіргі таңда екеуміздің бір бірімізге деген сенімімізді күшейін алып келді және өз-өзіңе деген сенімділігімізді арттырды. Сенің отбасында осы сенімділікке қатысты қандай үлгі болды? Анаң немесе әпкең тарапынан? Менің отбасымда мен отбасымның маған сенетінін білетінмін. Кішкентайымнан ол нәрсе маған ашық болатын, өйткені ата-анам менің болашақ жоспарларыма, таңдауыма өте қатты әсер етпейді. Ол кісілер маған сенеді, мен не істесем де, қалай істесем де, қаншалықты маған керек екендігін мен түсінетінімді. Менің ойымша, сол адамдардың маған өздерінің идеяларын рәсіп етпей, менің ұсынысымды қолдағандары, менің ойымша өзіме сенімді болуыма өте көп әсер етті. Мысалы, Алматыға оқуға түсемін деп айтқанда да, журналист боламын деп айтқанда да, қазіргі таңда мынаны үйренемін, жоқ мен мынаған барамын, жоқ мынаған барғым келеді деп айтқанда бәріне бір ауыздан иә барамын деп қолдағандардың барлығы менің ойымша олардың тарапынан өте көп қолдау менің өзіме сенімім. Өз-өзін бағалау жолында жүрген қыздарға ең алдымен неге көңіл бөлу керек деп ойлайсың? Яғни қандай кеңестер берер едің сол қыздарға? Өз-өзін бағалау дегенде біреуге кеңес беретіндей өзімді бағалаудың шыңына шығып кеттім деп ойламаймын. Но қазіргі таңда 3-ші курста болғасын мен артымнан еріп келе жатқан басқа да кішкентай қыздарды өзімнің артымдағы туысқан сіңілдерімнің барлығына айтатын нәрсе, менің ойымша адамға сенімділікті адамның дайындығы береді. Кез келген нәрсеге мысалы адамдарға барып сұхбат етесің ба, онда сол нәрсеге дайындалу керек. Адамдармен әңгіме айтқанда сенімді болуың керек ма, онда сенің білімің көбірек болу керек, кругозорың кеңірек болу керек деген сияқты. Сол үшін кез келген нәрсеге дайындалып жүру, кез келген нәрсені оқу, білу, көру деген нәрселер адамды сенімдірек іздейді, сенімдірек ете түседі. Сол үшін кез келген қызға өзіне ұнайтын нәрсені табуды кеңес беремін. Өзіне ұнайтын нәрсе табу деген ондай сен отырып не ұнайтынын біле алмайсың. Сол үшін көп нәрсені пробовать етіп көру керек. Тауға шығып көру керек, қыдырып көру керек, ән айтып көру керек, би билеп көру керек. Солай өзіңнің арасынан саған не ұнайды соны тапқан кезде сен сол нәрсеге өзіңнің бар күшін салсаң, өз-өзіңді бағалай бастайсың деп ойлаймын. Біз сенің дебатпен айналысып жүргеніңді білдік. Менің білуімше, таныстардың арасында көбісі дебатпен айналысатындар өзіне сенімді болады, өз пікірлерін ашық айта алады, басқаларға сөз таластырмайды десек те болады. Ондай жағынан емес, өзінің пікірін ашық айтады. Сонда саған дебат қандай да бір әсерін тигізді ме осы сенімділік жағынан? Дебат маған әсерін тигізді, өйткені дебатта бізде өте конкуренциясы көп, адамдар өте өз-өзін дәлелдеген адамдар, өзінің білі бар адамдар көп жүреді. Ондай адамдардан сен тренинг аласың, ондай адамдардан әңгіме айтасың, сондай адамдардың арасында жүрген сайын сен өзіңді де сондай адамдар сияқты етіп ұстай бастайсың. Менің ойымша, кез келген дебаттер өзіне өте сенімді, олардың өзінің ішінде ойы болады, және оған дебаттың әсер ететін нәрсесі бар. Өйткені күнде апта сайын сен 8 қарар талқылауын, 8 түрлі сферадан болғанда сен сол нәрсеге дайындалуың, уақыт кетіруің, ақпарат жинауың барлығы сенімен жаңаға келгендей дайындалуға келеді. Менің көңіл-күйіме, кругозорымның кеңеюіне, соның барлығын алып келгеннен кейін адамдар өзінен өзі сенімді бола бастайды деп ойлаймын. Және дебатта адамдар біреуді жеңген кезде, не болмаса біреуді мойындатқан кезде сол адамдардың ойы арқылы өз-өзін біреуге дәлелдегеннен кейін сенімді бола бастайды. Бірақ мен дебатта көп адамдарды білемін, мұндай жағдайға кірмейтін, біреуге өз-өзін дәлелдемесе де өз-өзін ойын ашық айта алатын және өзіне өзін дәлелдеген адамдардың бар екендігін. Сол үшін дебатерлар көбінде біреуге қарап емес, мысалы алдыңғы түрлерден қандай болдым, келесі түрлерде қандай болуым керек деген сияқты айтып өз-өзіме салыстырып та сенімді бола түседі. Так дебатерлардан өзіне сенімді болатын өтірік емес, өйткені олар ораторский қабілеттері мықты болады, олардың кез келген сферадан хабары болады, олар кез келген нәрсенің оң жағында, сол жағында қарай алып, критически ойлай алады. Сол үшін кез келген нәрсенің жақсы жаман жағын бірден көре алу, сол нәрсеге пікір таласа алу, өзінің мнениені айта алу адамға кішкене болсын бәрібір сенімді болып келеді. Көбісі ойлайды, өз-өзіне деген сенімсіздік сен айналаңдағы адамдар үшін басқалар немесе пайда болады деп, сен осы жайында ойың қандай, немесе адамның өзіне байланысты ма?
Менің ойымша ол 50-50 сияқты, өйткені сенің сенімді болып бастауыңа міндетті түрде айналаң әсер етеді. Ол қоғам болсын, өзің отбасың болсын, айналаңдағы құрбыларың болсын, бірақ ол адамдардың айтқанына еріп кетпей, солардың айтқан сөздерінің нормасын біліп, өзінің ішкі түйсігіңмен байланыстыра алу, ол сенің тоже күшің әсерін көрсетеді. Өйткені мысалы қоғам саған сен онша емессің деп айтса, ол адамның сенің онша емес екенін білмейді. Өйткені қоғам көбінде субъективті сені сынауы мүмкін да. Менің осыған байланысты құрбым бар, сол маған мынандай күшті келеді. Егер сенің ойыңнан біреу бір жаман қасиет көрсе, значит сол қасиет ол адамның ойында бар деген сөз. Өйткені адам өзінің ойында жоқ қасиетті біреуден көре алмайды. Егер сен біреу жақсы еткен болса, значит адамның ойында сол жақсы қасиеті бар деген сөз. Получается, қоғамның да саған әсер ететін факторлары болады, но ол нәрсені қабылдау, қабылдамау, алға жылжу, жүру деген нәрсе бәрібір сені өзіңе әсер етеді. Егер сен өзіңді жақсы көрсең, өзіңді қалай бір солай қабылдасаң, бәрібір де сенімді бола бересің, қаншалықты қоғам сені жиілетіп тағысы келіп тұрса да. Қазір біздің сұхбатымызды қарап отырған, өз-өзінен бәлкім сенімсіз студент қыздарға не айтқың келеді? Өз-өзіне сенімсіз студент қыздарға өзіне ұнайтын затты тап деп айтқым келеді. Өзіңе ұнайтын, өзіңе комфортно болатын заттарды табу, сондай істермен айналысу саған сенімділікті көбейтеді. Өзіңе жақсы қарайтын, сені көргенде қуанатын ортаның болғаны тоже ол нәрсеге әсер етеді. Сол үшін андай аурасы жаман, сені всегда шеттете беретін, сені андай пассивный агрессиямен көрсете беретін адамдардан алшақ болу керек. Жай ғана өзіңе ұнайтын адамдармен және өзіңе ұнайтын істермен айналысу, менің ойымша сенімділік деген нәрсеге бәрібір әсер етеді. Енді соңғы сұрақ, сенің ойыңша әр қыз өзінің қанатын қалай таба алады? Менің ойымша әр қыздың қанаты ол өзінің ерекшелігіне байланысты болады. Ол біреуге сұлулығы болса, біреуге білімділігі деген сияқты нәрсемен әсер етуі мүмкін. Менің ойымша сол нәрсені табу керек. Егер сен қай жағында мықтырақ ете түсетін болсаң, сен қаншалықты өзіңді сенімді етіп көре алатын болсаң, сол жағына көбірек басым беру керек. Егер сен өзіңді сұлумын, өте ерекшемін деп санайтын болсаң, онда сұлулығыңа басым беру керек. Ал егер өзіңді сен білімдірекпін, менің жеке айтар ойым бар деген сияқты нәрселер істейтін болсаң, онда сол нәрсеге қарай көбірек акцент беру керек. Сен өзіңнің мықты тұсына көбірек акцент бөлу, сенің қанатыңның кеңірек жайқалуына, сені көбірек төбеге ұшуына әсер етеді деп ойлаймын. Сенің мықты жағына акцент қою керек. Өте шабыттандыратын және қызық сұхбат болды деп ойлаймын. Өзіңнің тәжірибе және де өз-өзін бағалау жолындағы оқиғамен бөліскеніне рахмет айтылған. Жалпы біздің жобамыздың мақсаты да осындай студент қыздардың жолын ашу, яғни өз-өзін жақсы көруге деген сенімділігін арттыру. Қанаттарын ешқашан да талмасын. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған Қанатым медиасы.